Тоқал бірінші бөлім. Авторы Анаргүл Алмасбекқызы. Қаңтардың алай-дүлей бораны ысқырып тұрғанына бүгін 3-ші күн. Қалаға қарай жол жоқ. Жабылып қалған деп ауыл адамдары да тым-тырыс отыр. Қорадағы малына қарап бет қаратпайтын боранмен алысып, құдықтағы қатқан суды ерітіп, сонымен ақ күндер өтіп жатыр. Бұл күндері мектепте боранға байланысы жабық деп бала-шаға шулап үйде қамалып отыр. Боранды күні балада құтырады демекші, іштері әбден пысқан. Интернет желісі де ұстамайды. Үйдің опай-топайын шығарып барады. Сырттан кірген әкелерінен сескенбесе қой дегенді тыңдайтын емес. Бір бұрышта терезеге үңіле қарап отырған Рабиға арасында балаларына айқайлап ұрысып қояды. «Басты ауырттыңдар ғой, отырсаңдаршы тыныш», деді зікіп. Оны тыңдаған ешкім жоқ. Демалыс күні абысыны 2 ұлын әкеп тастаған. Тойға барып келейік, өзімізше бір баласыз қыдырайықшы деп кеткен еді. Әлі жоқ. Өз баласы аздай, олар да қосып шулап жүр. Енесі бөлмесінен шығып, «Мыналар адамға тыныштық бермеді ғой, көзімді бір алайын десем». Рабиға сағатқа қарап кешкі астың қамына кірісті. Қасына енесі келіп көмектесе бастады. «Апа, өзім-ақ тындырамын ғой, демала берсеңші», деді. «Қайдағы демалған? Мыналар миымды шағып жіберді. Наныңды жайып берейін, етіңді қуыра бер», деп оңға қолын созды. Рабиғаға байқатпай қарап қояды. Келіннің жүзі сынық, көңілсіз, жаны ашып қасында жүрді. Рабиға арбаға таңылған, өздігінен жүре алмайды. Отырғанына 5 жылдан асып қалды. Енесіне, күйеуінен қысылғаннан үйдегі жеңіл-желпі жұмыстарды атқарады. Газдың түбінде тұрып ет қуырып, тамақ істегені, ыдыс жуғаны болмаса, бұл үйдің барлық шаруасы күйеуінің мойнында. Қонақ келетін кезде абысындары көмектеседі. Онда да сол енелерін сыйлап келетін болар. Атасы өмірден өткеніне 2 жылдан асып барады. Дастан екеуі қосылғанына 10 жылдан асты. 2 ұл, 1 қыздары бар. Рабиға мектепті бітірген жылы тракторға отырғызып алып қашқан. «Трактористің әйелі боласын, қорықпа, аман болсам комбайнда сатып аламын», деп ғана алып қашқан болатын. Ауылда өскен мектеп күзетшінің қызы Рабиға да қарсылық білдірмей қалған. Келгеннен үй тірлігін үйіріп алып кетті. Ерте тұрып сиыр сауып, нан ашыту, қазан тамақ істеп, бітпейтін қонақ күту Рабиғаны қорқытқан жоқ. Енесі де шаруаға пысық адам. Қашан болсын келіннің бір жағында жүретін. Дастаннан кейін қайын інісі үйленіп өздерінше бөлек кетті. Қайын сіңлісі де тұрмысқа шықты. Бір тойдың артынан бір той. Күнде жиын болса да Рабиға шаршамайтын. Енесі де мақтап, «Құдайға шүкір, барлығы Рабиғамның арқасы, әйтпесе мен барлығына қайдан үлгерейін» деп отыратын. Бақытты күндер дүниеге келіп жатқан балалардың қызығы. Жалындаған жастық шақтың қызықты күндері аяқ астынан бір күнде үзілген еді. Тракторға лықа толтырып шөпке тиеп алған Дастан өз жөнімен кетпей қасына Рабиғаны ертіп алады. «Мына шөпті қойшыға апарып тастайын, қайта жолда Жантастың үйіне кіріп шығамыз. Әсемді көргің келмейді ма?» дейді. Құрбысын көптен бері көрмеген Рабиға келісе кетеді. «Балаларды қайтеміз, кішкентай жылап қалады ғой», дегенде, «Апам бар ғой, бағып жүрген баласы, неге уайымдайсың?» деді. Екеуі тракторға отырып алып ауылдан шығып кетеді. 1 сағатқа жетер-жетпестен күн бұлттанып, арты жаңбырға ауысады. Лезде жол бойы балшыққа айналып, трактордың жүрісі баяулай береді. Қойшының үйіне жақындап қалған тұста бір-екеу жоталау жер болады. Өрге қарай жүрген трактор артқа тартып, жолдың балшығын езіліп, салмағы ауыр болды ма, бір жағынан қарай қисайып, шөбімен қосыла аунап құлайды. Жай құлап қоймай, артқа қарай жұлқи тартып төңкеріледі. «Секір, секір» деп Дастан Рабиғаға есікті аша итереді. Есі шыққан Рабиға сыртқа секіргенімен жерге оңбай құлап, есінен танып қалады. Артынан секірген Дастан да бірден орнынан тұрып кете алмай жатып қалады. Жаңбыр болса себелеп әлі жауып тұр. Алыстан трактордың дауысын естіп, күтіп тұрған болса керек. Төбеден көтеріліп көзге көріне қоймаған тракторды іздеп қойшы жолға шығады. Бір жағына қисайып аударылған трактор сыртта жатқан Дастан мен Рабиғаны көріп көмекке келеді.
Міне сол төңкерілген кезде Рабиға жерге дұрыс құламай, аяғы сынып ауруханада ұзақ жатып қалады. Бастан да біраз жарақат алғанымен ол тез тұрып кетеді. Рабиғаның оң аяқ сүйектері сынып ота жасалады. Сүйекті қатыру үшін темір салынып, оны 1 жылда қайта алып әбден жаны қиналады. Ота сәтсіз өтті ма, өзі әлсіз болды ма, аяғынан қайтып тұра алмай, екінші аяғына қоса ауырып мүгедектер креслосында отырып қалады. Өзін кінәлі санаған Дастан әйелінің асты-үстіне түсіп, қаратып апармаған жері жоқ. Барлық жағдайын жасап, үйдің де бар тірлігін өз мойнына алған. Енесі де келініне жаны ашып отырып тұруына көмектесіп, балаларына қарайласып, кішкентай қызын енді жүре бастаған ауыртпалығын сездірмей барынша көмектеседі. Алғашқы бірінші жылдары анасы да келіп көмектеседі. Айлап ауруханада қасында отырып, үйіне келіп жатып қызына қарайды. Біреудің үйіне қашанға жатсын, өзінің де шалы бала-шағасы бар. Кейіннен келмейтін болды. Арасында келіп хабарласып тұрады. Жылына 1 рет ауруханаға жатып, ем-дом алып тұратын бар. Осылай арада 5 жыл өтіп кетеді. Сол күндері айларында бөлме ішінде ары-бері арбасымен жүрген болмаса, өзін қамауда отырғандай сезінеді. Ауылдағы той-томалақ жиындарға баруды да қойған. Барса елдің барлығы өзіне мүсіркеп қарайтын сияқты. Көбіне Дастанды өзін жібереді. Басында қипақтап, сенсіз жалғыз қалай барамын, біртүрлі ыңғайсыз екен деп сөйлейтін. Кейіннен үйреніп қалды ма, бармасаң онда маған өкпелеме, мен келгенше ішің пыспасын деп кете беретін болған. Жылына 1-2 рет ауруханаға барып жатқанда алғаш жылдары артынан іздеп келіп тұратын. Сені сағындым, қашан қайтасың, деп көңілін аулайтын. Кейіннен ол да жоқ, таксиге салып жіберетін болды. Еді үйрене бастаған сияқты. Енді бірі әдет тапқан, кейде үйге қонбай қалатын болып жүр. Ондай түні Рабиғада ұйқы жоқ. Таңға ояу жатады, бірақ күйеуіне сөйлемейді. Іштен тынып, үнсіз отырады. Бір кезде абысын келді ғой әйтеуір. Үйдегілермен амандасып болған соң балаларына: жиналыңдар, кетейік, апаларының басын ашытқан шығарсыңдар, деді енесіне қарап күліп. Сонша қайда жүрсіңдер, 2 күн тойладыңдар ма, деді енесі. Апа, жоқ, әрең жеттік ауылға. Әй, бері жүрші, деп келін бөлмесіне кіргізіп алды. Не болды апа? Мына Рабиға неше күннен бері көңілсіз, аузын ашып сөйлемейді. Не болғанын білмейсің бе? Қайдан білейін, сөйлеспедім, деп иығын қиқаң еткізді. Қайда асығып барасың? Шай ішіп отырсаңшы, әңгіме айтып көңілін аулап, маған сөйлемейді. Жақсы, қайнағам қайда? Ол қазір келіп қалар. Әлгі Жаңбырбайдың қызы ауылға келіп пе еді? Я, келген. Қай күні көшеде көрген едім. Сорлы десеңізші, сол екен ғой, деп екеуі бөлмеден шықты. Бүткіл үйді шулатқан абысының балалары екен. Олар кетісімен үйде тыныштық орнады. Кешкі ас ішіліп, барлығы жатып қалды. Ұйықтамаған Рабиға ғана телміріп Дастанды күтеді. Ол бірақ түнмен келмеді. Ертеңде Рабиға енесімен таңғы шайын ішіп отыр. Балалар әлі тұра қоймаған. Мектеп жоқ болған соң асықпайды. Енесі орнынан тұра бергенде: апа, сізге айтар әңгімем бар, деді ол. Не тағы, дегендей келіне шоши қарады. Апа, мен кетемін, деді жай ғана. Кеткені нес, қайда барасың? Апа, мен ештеңе білмейді дейсіз бе, сезбейді дейсіз бе? Бұдан әрі шыдауға шамам жоқ, кетемін. Қызым-ау, не айтып отырсың? Не болды тағы? Олай маған өтірік әңгіме айтпаңыз, барлығын білесіз. Балаңыз бүгін де үйге келмеді. Түн ұйықтамай таңды атырдым. Маған титтей де жаныңыз ашыса, маған рұқсат беріңіз, деді көзінен сорғалап аққан көз жасына ие бола алмай. Қарағым, рұқсатымды бере алмаймын. Сабырлық сақташы. Мына балаларыңды ойлашы. Оларды қайтесің? Балаларымды тастап кетемін. Оларды асырайтын менде шама жоқ. Сабыр, қызым, сабыр. Шаршаған шығарсың. Төркіндетіп баруыңа болады. Көп болып қалыпты бармағаныңа. Барып демалып, ой жазып келесің, деді. Одан әрі тыңдамаймын, дегендей ас бөлмеден шығып кетті. Дереу құдағиына қоңырау шалып, Рабиғаның баратынын айтып жатыр. Дастан шынымен де бұл күндері жүрісі көбейген. Оған себеп Рахымбайдың 2 рет тұрмысқа шығып қайтып келген қызы Марзия. Әкесінен қалған үйде жалғыз өзі тұрады. Өзінен үлкен ағасы қалада.
бұл ауылға келмейді. Өзі де қалаға кеткен жолы болмай қайтып келді. Ең алғаш осы Дастанды қаладан келе жатқанда көрген еді. Жол бойында тұрғанда тоқтай қалып ала кеткен. Ауылға келгенше әңгімелесіп, Дастанға көзі түскен әйел сол жерде телефон нөмерін жазып алып, өзінің жоспарын құра бастаған. Қазір де қасында жатқан Дастанды оятып алмайын дегендей үнсіз жатыр. Шошып оянған ол орнынан атып тұрып, жалма-жан киіне бастады. Неге оятпағансың? Енді қайттым деп жынданды. Сенің ұйқыңды қимадым. Сондай тәтті ұйықтап жатыр екенсің деп сызылып. Енді мына жарықта үйден қалай шығамын, қап деді. Ештеңе етпейді, жұрттың бәрі білмейді дейсің бе деп қарап отыр. Ой сенде деп сыртқа шықты. Енді көшеде ұры құсап ұрланып келеді. Үйге түк болмағандай кірді де терезеге қарап отырған Рабиғаны көрді. Бөлмесіне кіріп киімін ауыстырды да тамағын ішпестен тракторын от алдырып жұмысына кетіп қалды. Келесі күні Рабиғаны анасы келіп алып кетті. Балалар қала берсін, ертең сабақ басталады екен. Алаңдамай демалып бой жазып кел. Қайтатын болсаң айтарсың, Дастанды жіберемін деп енесі шығарып салды. Рабиға енді бұл үйге қайтып келмесмін деп өзінде сенімді болып бара жатыр. Дастан кешкеге келгенде Рабиға жоқ болды. Оны анасынан сұрамады да, қайта кеткенін сезіп тұр. Үйге кіргеннен анасы сөне жөнелді. Сен осы ұяттан безіп барасың, мына ел-жұрттан ұялмадың да, ана Рабиғаға неге жаның ашымайды? Бейшараның жазығы не? Деді баласына тесіле қарап. Апа, әңгімені өзіңіз бастадыңыз, айтайын. Мен тоқал аламын дегенде анасы ыршып түсті. Не дейді, тоқал сенің не теңің? Әке алмаған тоқаңды сен аласың ба? Апа, тоқал алу қазіргі заманда жаңалық емес. Елдің барлығы алып жатыр. Тоқалың анау Жарқынбайдың қызы ма? Көргенсіз, мен оны босағама кіргізбеймін. Апа, ол бөлек тұрады. Анасы өз баласын танымай, ештеңеге түсінбей біраз қарап тұрды. Оған Рабиға көнеді дейсің бе? Сіз маған көмектесіңіз. Не дейді? Деп байғұс ана бетін шымшыды. Қартайғанда маған көрсеткенің осы ма? Жолама маған. Қорықпаңыз, сіз айтпайсыз. Сіз тек Рабиға үйге келгенде қолдау көрсетіп отырсаңыз болды. Сонда кім айтады? Әсемге айтып көндіріп қойдым. Бір-екі күнде қолы босаған кезде Рабиғаға барып рұқсат алып келеді. Ал көнді делік, содан кейін не істейсің? Мәрзия екеуміз некемізді қиямыз. Менің назаңды әйелім болады. Үйге әкелуші болма, босағамды аттатпаймын. Ой тоба, әй шал, мына балаңды қартайғанда маған көрсеткенін қорлығын көрдің бе? Деп қабырғада ілулі тұрған шалының суретіне қарап сөйлей бастады. Мен ел-жұртқа масқара қылдың ғой, құдаларымның бетіне қалай қараймын, деп екі бетін шымшылай бастады. Кешкі тамақ істеу керек екенін есіне түсіп ас үйге бұрылды. Тыңдайтын бала бар ма? Барлығын шешіп тон пішіп қойған. Төркініне келіп әке-шешесінің қасында отырса да, Рабиғаның көңілі көтерілмеді. Анасы асты үстіне түсіп бәйек болып жүр. Бүгін не пісіріп берейін? Осылай отыра бересің бе? Аздап сыртқа шығып кетсеңші, дейді қызына қиыла қарап. Сыртқа шыққанда елге қалай қараймын? Қарайтын бет бар ма? Қалаға барып келейік, дәрігерге қаралуым керек. Мына бұрында қайда барамыз? Күн ашылсын, кішкене күн жылығанда барайық, деді мамасы. Келесі күндері боран басылғандай болды. Түске таман үйге Әсем келді. Амандасып, қал-жағдайды сұрасып болған соң, үйге қашан қайтасың деді. Мен енді қайтпаймын, менің отбасылық өмірім осымен бітті. Ертең қалаға кетемін деді. Олай айтпа құрбым, қалада күнді қалай көресің? Ағайынға бір күн жақсаң, үшінші күні жақпайсың. Күйеуің бар, балаларың бар, енең де бағыңа қарай алтын адам. Сен кім жіберді, Дастан ба, енем бе? Деп Әсемге төмен қарап кібіртіктеп барып. Не ғой, Дастанның саған айтқан сәлемі бар, деді міңгірлеп. Өзім де біліп едім. Осы сен кімнің құрбысысың? Маған әйел болып жаның ашымайды екен. Сені бұдан бұлай көргім келмейді. Мені іздеп келме, деді қатқыл даусымен. Рабиға, кешірші мені. Енді қайтемін, екеуінің ортаңда өлетін болдым, кешірші, деді құрбысына қиыла қарап. Не дейді Дастан? Не ғой, Рабиға Дастан тоқал аламын дейді, деп тоқтап қалды. Рабиғаның түрі бұзылып, сұрланып кетті.
көзінен аққан тамшылар төгіліп жатты. Екі қолын қысып, ернін тістеп алған денесі дірілдеп отыр. Оны көрген Әсем есі шықты. Сен рұқсат берсең, әрине, өзінің батылы бармай мені жіберді. Сенен рұқсат сұрап жатыр, деп отырып қалды. Сөйлемеші, Әсем. Жалғасы бар. Әңгіме қызық болса, комментарий жазып, лайк баса отырыңыздар.